Шахтер стадионындағы кезекті ойын тағы да көрерменсіз өтті. Бұл жолы Екібастұз командасы көкшетаулық Оқжетпесті қабылдады. Осы күні Екібастұзды қақпаны Олег Грубов қорғаса, алаңда Жасанов, Жұмағали, Жүнісов, Кәкімов, Матвиенко, Сизов, Скворцов, Смаилов, Слейменов, Цой ойнады. Былтыр ғана премьер-лигада болған Оқжетпес биыл соған қайта оралуды көздейтіні анық. Сондықтан қаламызға тек жеңіс үшін келгені белгілі, және ойын солардың басымдығымен өтті. Қайта-қайта шабуылдаған олар өз дегендеріне 23-ші минутта жетті. Гол авторы ресейлік ойыншы Руслан Болов. Екібастұздықтар осыдан кейін ғана белсенділіктерін көрсетті. Бірақ Матвей Матвиенконың соққан добы қиыс кетті. Ойынның екінші бөлігінің дәл басында қонақтар екінші голдарын енгізгенімен, ол ережеге сай емес деп төрешілер есепке алмады. Есепті теңестіруді көздеген екібастұздықтар шабуылдарын үдетті. Әдеттегідей Матвиенко белсенді болып, 55-ші минутта көкшетаулықтар қақпасына бас пен доп енгізе алды. Бірді-бір есебі қонақтар үшін тиімсіз еді. Сондықтан бірден шабуылға көшті. Мүмкіндіктер болуым болды, бірақ бәрі нәтижесіз. Ойын тең есеппен аяқталды. Келесі турда Екібастұздықтар мамырдың 12-сінде Тараз Қаратауға қонаққа барады. Ал үйдегі кезекті ойын 17-ші мамырға белгіленген. Ол күні Академия оңтүстік командасын қабылдайды.